официаль рәвештә урыс теленнән тыш башка телләрне укыту тыелды. Запретили обязательное преподавание татарского и других нерусских языков. Әмма 2020 елдан бирле ул тыелган. Проведение хәтер көне под запретом. Нәріктің ұлы шорамын, мен Қазанға барамын, мен Қазанға барғанша күн жаумасын, қар жаусын, қар жаумасын, мұз жаусын, мұз жаумасын, қан жаусын, ат басын неге бұрамын деп, сол Қазанға біздің Шора батыр. Как говорится, англичане ходят, но не прощаются, татары прощаются, но не уходят. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендерім, бүгінгі сұхбатта татар бауырымен өткіземін. Татар тілі түркі тілдерінің Қыпшақ тобындағы Қыпшақ бұлғар тармағына жатады. Түркі тілді татарлар тереңге тартқан тарихы мен мәдениеті, өнері бар 1000 жылдық дәстүрге ежелгі ұлт. Ресейдің барлық облысы мен өлкесіне тарай қоныстанған татарлар саны жағынан республикада орыстардан кейін екінші орында алады. Жалпы бұл сұхбатты бастамас бұрын бірінші менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Тіркелсеңіздер енді бастасақ болады. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Исәнермесіз? Татарша да қазақша да әйтеп қоям, икісінде де. Керемет, иә. Қалыңыз қалай? Яхшы, Аллаға шүкір, сіз не хәл, сіз нешек? Көп рахмет, аман есенбіз, барлығы жақсы. Өзіңізді біздің көрермендерімізге таныстырып өтесіз бе? Таныштырам, әлбәттә, нишеп таныштырмаска. Мен Исаф буламын, миңа 22 яшь. Үзем Казаннан, Татарстаннан, әлеге вакытта Төркиядә, Истанбулда торам. Маңа кадәр ярты ел Бишкекта, Кыргызстанда торган идем. Жақсы. Жалпы қазір Түркияда жүргеніңіз тіл жағынан қиындықтар жоқ па? Түрктерді түсіне аласыз ба? Түсіне алам. Ансы ауыр түгел, әмма мен сөйләшкәндә татарша, кыргызча, түркчә, инглизчә барысын бергә бултып сөйлим. Шунда не привычка барлыкка килде. Түркияда немен айналысасыз? Жалпы күнделікті өміріңіз қалай өтеді? Булай, Аллаға шүкір, әкренләп кенә бу әллә ни бер нәрсәләр булмый дигән кебек инде. Гади көннәр, булай яшим ВНЖ ясатайм. Қандай түркі тілдес мемлекеттерде болып келдіңіз? Минем булган бар Татарстанда, Чувашия, ягъни булган бар Кыргызстанда һәм Төркиядә. Казакъстанда булган бар дип әйтеп була инде, әмма ул визаран кебек кенә булган. Минем менә Кыргызстанда торганда визасыз вакыт үткәннән соң мин бер көнгә генә чыгып үткәнем шикне. Жалпы сіз менә бернеше мемлекеттерде болып келіпсіз. Түркі тілдес, сол кезде қай тілді сіз көбірек түсіндіңіз? Қандай тіл татар тіліне көбірек жақынырақ? Қайсысы жақынырақ деген сөзге мен нешік жауап берер едім. Мында шундай бір нешік айтайын, шундай бір момент бар деп айтайын. Қырғыз һәм қазақ тілі, бигерәк тә қазақ тілі ең жақын тілдерінде деп көремін мен. Башқұрттарны әлбәттә санамыйча, иң якыны әлбәттә безгә башқұрт теле, бәлкем ныгай телдәдер, мин ныгай телен ишеткәнем юк, әмма классификация буенча белүемчә ныгай теле башқұрт теленнән соң бара. Башқұрт теле әлбәттә тулысынча аңлашыла дигәндәй, безнең телләребез 97%-ка охшаш, әмма чит дәүләтләрне караганда, менә безнең менә күршеләрне санамаганда, Ирагырак туганнарыбызны, бер туганнарыбызны карасак, ул казах, аннары мен кыргыз дирим, аннары үзбек. Азербайҗан теле шулай ук. Үзбек белән Азербайҗан теле бер тире, янәше охшашлыгы буенча безнекенә. Казах һәм кыргыз телләре үзләре икесе дә якын, но шундый бер кызыклы әйбере бар аның. Казах теле сүзләре ягыннан якынрак безгә. Словарный запас, ягъни дип әйтәбез инде без. Словарный запас безнекенә якынрак казах телендә. Ә кыргыз телендә әйтелеше якынрак, ягъни русча әйткәндә произношение якынрак. Айтылуы жақын, иә? Мәсәлән, сездә менә сез төшендем диясез, бит. Ә кыргызларда төшендем. Без менә шулай ук төшендем диябез, ш белән шылаштырабыз. Менә шундый тавышлар ягыннан кыргыз теле якынрак, әмма сүзләр сүз запасы дигәнне шул яклардан казак теле якынрак. Мин менә Бишкекта торганда Шымкенттан килгән спортсменнар белән аралашкан идем. Алар
қазақша сөйлеймін, мен татарша сөйлеймін, тулысынша рахатланып аралашабыз, више Аллаға шүкір. Аудармашы керек емес. Қазақ сериаллары бізде міне әйтмішли татарға тылмаш керекмей. Яғни татарину не нужен переводчик. Вот в этом плане. Нәрсе тағын айтмақшымын. Қазақ сериалларын шулай қараймын. Мен өзім Қазақстанда болмадым дейерлі болсам да, міне шул визаранны санамасақ, өзім болмадым. Әмі жаным болды деп әйтіп қойсақ та бола. Чөнки қазақ сериалларын, қазақ жырларын, қазақ бигерәк рэп жырчыларын тыңлап, мен уже қазақ дөньясына в какой-то степени погружен деп әйтеп була. Қандай керемет. Иә. Енді мынандай сұрақ туындап тұр. Қазақ жыршыларынан кімді білесіз? Қандай қазақ жыршыларын тыңдайсыз? Менің ұрымдағы тілесе қойсы кіші скриптонит дереге, онсы понятно енді. Тағы кімні әйтіп бола. Мен Ирина Кайратовна түркемі тулысынша Шиза, онан соң Трувер. Трувер бывает тоже қазақ жыршысы бола, еме қазақ рэпері. Ал таза қазақ тіліндегі жырларды естіп көрдіңіз бе? Аңлайым. Аңлайсыз, тыңдайсыз, е? Аңлайым, түсінем, әйе. Жақсы, керемет. Түгіл, 85%-қа қайдар аңлашыла. Ал қандай фильмдерді көрдіңіз? Бұл ұзын история. Русша айтып қоям. Популяризатор, наверное, казахского языка и казахской культуры в своей среде, в своем окружении в этом плане, особенно в плане студия Салям түшіргенлері барысы да яқшы. Студия Салям. Жақсы. Енді мынандай сұрақ. Қырғыздар мен қазақтардың менталитетінде қандай ұқсастық байқадыңыз? Менталитет нәрсе? Менталитет ол түрлі халықтардың характері деп айтып болайын. Шул характер не себеплі барлыққа келе? Чөнки яши тұрған урын айрыла, яши тұрған табиғат, анда мәселен, яши тұрған нешеге айтайым, условиялар деп айтабыз енді русша. Қазақтар көбірек міне не? Русша айткенде равнинно степной зона милләте. Шул яктан бездә менә равнинный степной милләт күбрәк. Бу яктан без әле тарих ягыннан да кисешебез күп дигән өчен ки казаклар да, татарлар да, шул исәптән нугайлар да, Алтын Урданың ниләре дигәндәй. Урпагы. Наследниклары. Кыргызлар, алар Тау милләте. Тау милләте дигәндә, Тау милләте кешеләре булуына карамастан да, алар казакка һәм татарга нык якын. Жақсы. Нык не? Кунакчыл. Мен менә Кыргызстанда ничек булдым, шул не? Рахат менә. Кыргызстан. Если меня кто-то смотрит из Кыргызстана, ребят, всем салам алейкум. Принимаю вас как родных. Мне было приятно у вас побывать. Эти полгода прошли прекрасно. У вас прекрасная страна с прекрасными людьми, прекрасной природой. Это и горы, и Иссык-Куль, и все остальное. Таласским, Иссык-Кульским и Бишкекским. Всем салам алейкум. И другим, где я даже не был. Қырғызстандықтарға үлкен сәлем. Қырғызстанға сәлем. Жақсы. Енді қазір сіз Түркиядасыз. Енді түріктер мен татарлардың қандай ұқсастығын байқадыңыз? Қазіргі замандағы. Қазіргі замандағыны айткенде, түрік тілі ғымумен, бар. Түрік тілі ғымумен, нешеге айтайым, башқа түркі тілдерден біраз қидарақ тұра деп айтып болайында, ұқсашлығы бойынша. Аларға ең жақыны әлбәтте әзәрилер, әмма біздің де аңлайышлыбыз бар деп айтып бола. Түшінебіз ілішше генә менә, қайдар 60% деп айтып болайында аны. Сіз менә маға қадар болған өткен нелерде, өткен тапшыруларда, өткен прямой эфирларда, туры эфирларда тиешкен егіз. Татар тілі сіздікі қазақ, қырғыз һәм түрік тілінің ортасында деп әйтіп бола деп. Әйтіліш бойынша шулай. Сүз яғынан да қайбір ілішлер бойынша шулай. Менә мәсәлән, түшіндім деп те бізде әйтелер, аңладым деп те әйтелер. Мұнан тыш ни қадәр деп әйтелер, ни хәтлі деп те әйтелер. Менә мәсәлән, монда Түркиядә ни қадәр диелер. Ни қадар бағасы қанша деген сөз бе?
Никадар, не хәтле. Сколько? Сколько, я бағасы қанша, я? Никадар. Түркше айтады солай. Бізде менә шулай ук никадар дип әйтәләр, ни хәтле дип әйтәләр, нише дип әйтәләр. Кыпчак телләрендә кебек шулай ук Казак, Кыргызстанда кебек эмес дип аерым әйтмиләр. Аерым сүз кебек, мәсәлән, юк дигән әйберне отрицательный значениесендә эмес дип әйтәләр бит. Аерым сүз кебек әйтәләр. Бездә ул булмас, кирәкмәс, бер сүзгә кушылып җибәрә. Шулай ук башкача түгел дип әйтеп була. Бу ул түгел дип әйтеп була, ул булмас дип әйтеп була. Ягъни ике формада да кулланыла. Казакка якын иттереп, төреккә якын иттереп. Агузский вариант, кыпчакский вариант. Плюс әле безнең кардәшләребез чуашлар, алар аерым бер минем укытучы әйтмешли аерым колхоз дип әйтәләр, мин аны әйттермим, аерым үз атмосферасы дип әйтеп була. Аларның болгар төркеменә керә. Безнең булгаро-кыпчакская ветвь, ягъни аларның чисто булгарский дип санала. И аларны бары тик менә күбесенчә Төркиядә вообще аңламый. Аларның кайрыла менә сахалар һәм чуашлар кайрыла торганнар башкалардан. Чуашларга бары тик татар һәм бераз гына башка теле генә аңлаешлар. Күбесенчә. Татар телендә, в татарском языке есть разные формы слов, так скажем, одного значения, которые используются примерно в равной степени. Вот то же самое. Аладым и тишиндем. Исем атың дегенде. Атың дип бездә әйтмиләр, атың ничек, атың кандай анда, атың калай и так далее. Бездә атама бар, атала, атама. Это то есть не имя, а название, называется дигән мәгънәдә. Мәсәлән, бу кафе анда Йылдыз дип атала. Это кафе называется Йылдыз. Вот, например. Вот, а имя человека бездә именно исем күбрәк. Шулай. Жақсы. Бізде мысалға дәл сіздердегідей кез келген затты аталады деп айтамыз. Мысалға, мына кафе Жұлдыз деп аталады. Ал есімі дегенде көбінде адамдарға қолданамыз. Татарстанда қай аймақта көбірек таза татарша сөйлейді? Көбірек татарша районнарда, яғни минем әйтелешем ул не, муниципаль районнарны мин әйтәмен дә. Яғни авыл районнары, төрле кичерәк шәһәрләрдә, менә мәсәлән, шәһәрләрне генә алсак, авылларны теге поселокларны, ПГТларны санамасак, шәһәрләрдән мин әйтергәм Азнакай дип, Азнакай ул бер кечкенә генә шәһәр. Арча, Кукмара, тагын кемнәр бар. Зур шәһәрләрдән Чаллы белән Әлмәт. Ал бірақ та Казанда көбі орысша сөйлейтіндігін байқадым. Рас қой, Казанда көбірек орысша. Чөнки татарлар анда соңгы вакыт кына ничек әйтим, русча әйткәндә уравнялись. Әле Советлар Союзы вакытында татарлар саны урыс санынан күпкә кечерәк, әзрәк иде. Казан шәһәрендә. Әлеге вакытта анда бер тирә 48 һәм 47%. Монардан тыш әле Казан бит санала Россиядәге иң алдынгы шәһәрләрнең берсе дип, иң алдынгы, иң шәп инфраструктуралы һәм башка шундый яклардан. Шул сәбәпле безгә әле башка регионнардан бик күп кеше килә. Аларның күбесе әлбәттә татарча белми. Теге Тольяттилардан, Самарский область, Кировский областлардан киләләр, менә башка шундый өлкәләрдән киләләр. Алар белән нәрсә эшләтәсең инде. Башка юл юк. Түсінікті. Жалпы Татарстанда татар тілді мектептер, жоғарғы оқу орындары бар ма? Жоғарғы оқу орындары юк, университет шулай ук юк. Бар айрым группалар, айрым төркемнәр, кая татар теле белән бәйле направленияларны укыталар. Менә әдәбият, мәсәлән, татар төрки халыкларның тарихы, бәлкем менә шул якларда гына әдәбият, анда лингвистика бәлкем, именно төрки телләре белән бәйле. Гомумән булай югары уку йортлары юк. Мәктәпләр дигәндә айрым мәктәпләр бар, әмма алар менә әлеге вакытта Казанда ике генә чын мәгънәдә татар мәктәбе дип әйтеп була. Икенче гимназия һәм тагын берәү бар. Бөтен әлегә юк. Чөнки 2017 елда бездә официаль рәвештә
урыс теленнән тыш башка телләрне укыту тыелды. Запретили обязательное преподавание татарского и других нерусских языков в 2017 году. В обязательном порядке не изучается только как факультатив. На основании заявления родителей. Ну, то есть вот эти вот бюрократические заморочки. Естественно, никто не будет в большинстве своем этим мучиться, там что-то документы, заявления этот заполнять и так далее специально. Поэтому шулся плеку бесенше баробыр татарша укылмый дегендей. Жақсы, келесі сұрақ мынандай. Татар тілінде телехабарландырулар бар ма? Татар тілінде бар. ТНВ телеканалы бар, дәулет телеканалы. Әмма мен әлбәттә дәулет телеканалларына ышанмыйм дип әйтеп куям сразу. Шундай ремарка дегендей. Анан тыш тагын YouTube каналлар бар. Менә мәсәлән мин киңәш итәрем, сезгә охшаш дигән бер каналны, сезнең коллега по цеху дигән дип әйтеп була. Шулай ук менә матур кызлар анда YouTube татарочки дип атала. Алар әле казак халкында бик нык ярата, анда алар төрки телләрне чагыштыра. Төрки телләрдә клипларны карый. Соңча сезнең коллега дип әйтә алам, сезгә киңәш итә алам. Миңа алар акча түләмәде реклама өчен, просто минем киңәшем. Жақсы, жақсы. Бұйырса қарармыз. Татар жазушыларынан кімдерді білесіз? Олар көп дөресен генә әйткәндә, Габдулла Тукай, Абдулла Али, Шади Такташ, Муса Җәлил һәм башкалар. Хәзергеләрдән әйткәндә Ләбиб Лерон, Фәнин Гыйләҗев, Рифат Салахов һәм башкалар. Олар көп. Жазушылардың жазбаларын білесіз бе? Қандай да бір өлең шумақтары мекен айтып берсеңіз? Иң билгелесе, әлбәттә, һәрбер татар аны белергә тиеш булган әйбер, ул Габдулла Тукайның "И туган тел" дигән шигыре. Ул ягъни әле башкача караганда татар халкының официаль түгел гимны дип әйтеп була. "И туган тел, и матур тел, әткәмнең кемнең теле". Жақсы, көп рахмет. Ал енді татар әншілерінен кімді білесіз? Кімдері? Әнші, жырлаушы. Жырлаушы, жыршылары. Жыршылар бізде нык көп, бұлай әйткәндә, әмма күренеклеләрен әйткәндә Илсия Бәдретдинова, Салават Фатхетдинов, Фирдус Тямаев һәм башкалар, алар күп. Татарларның қандай ұлттық дәстүрлерін білесіз? Дәстүрләре ул традиция дигән мәгънәдәме? Дұрыс айтасыз, я, традиция. Традиция. Но безнең төп традиция нинди инде ул? Безнең төп традиция ул, как говорится, англичане ходят, но не прощаются, татары прощаются, но не уходят. Безнең әлеге вакытта традицияләрдән ул әлбәттә ислам белән бәйле традициялар шул ук. Дини бәйрәмнәр, дини көннәр, менә Корбан гаете, ягъни Корбан бәйрәм, ураза көн гаете, Рамазан ягъни. Халык ниләрнең бик төп күренешле ул Сабантуй. Сабантуй турында бәлкем ишеткәнегез бардыр. Сабантуй. Русча әйткәндә праздник весны плуга дип аны әйтәләр. Яз көне яки җәйнең башында ул үткәрелә торган шундый бәйрәм. Анда төрле ниләр бар, соревнованиялар үткәрелә. Мәсәлән, басып тора торган озын биек таякка менү, капчыклар белән сугышу, капчык мишок, аңлашылмаса тагын күп анда менә капчыкка кереп чабу да бар тизлеккә, патыкка башламану, гомумән Сабантуй ул бер ни генә түгел, бер традиция генә түгел, ул целый комплекс дип әйтеп була аны. Негізінде мен өзім Сабантуй жаңағы мейрамына қатысқым келеді болашақта, мүмкіндік болса. Әлбәттә, килдегез, біз сізні көруге шат болабыз, қаршы аларбыз, бәйрәм сізге шар деп ойлаймын. Жақсы, көп рахмет. Иван Грозный жайлы не білесіз? Татар тарихында есімі өте атаулы орыс билеушісі. Иван Грозный нәрсе мен білем, нашчар кіші деп әйтіп аламын аны.
Біздің тарихыбызда ул негатив жақтан кірген кіші. 1552 жылы ул Қазанны яулап ала, анан соң Астраханны, менә безнең татар Казан ханлыгы, Астрахан ханлыгы менә безнең татар ханлыкларын яулап ала. Казанны яулаганда хатын кызлар кылыкка бирелә, ягъни отдаются в рабство. Казанда, Татарстанда ел сайын үткәрелә Хәтер көне дигән чара. Каралы көн диде бездә казак телендә. Күп кенә Хәтер көне. Аны кемдер мәчеттә аш буларак бәйләп нитә үткәрә, кемдер дога кыла, кайвак кемдер шул ук менә Хәтер көненә багышланган митингларда, шествияларда йөри. Әмма 2020 елдан бирле ул тыелган. Проведение Хәтер көне под запретом с 2020 года. Но мы помним, мы скорбим. Сол тарихи кезеңді қазақтармен байланыстырғым келіп отыр. Қазақ жерінен, Қазан қаласын Иван Грозный жаулап алған кезде қазақ жерінен Нәрік деген байдың ұлы Шора батыр жорыққа аттанады. Қазандағы халыққа көмектесу үшін татарларға, бауырлас татарларға. Сол кезде Шора батырды тоқтату үшін көптеген билер, билеушілер айтады екен, ол жаққа барма, қазір далада қар жауып жатыр, қазір баратын уақыт емес деген сияқты. Сол кезде Шора батыр былай деп айтады екен: Нәріктің ұлы Шорамын, мен Қазанға барамын, мен Қазанға барғанша күн жаумасын, қар жаусын, қар жаумасын, мұз жаусын, мұз жаумасын, қан жаусын, ат басын неге бұрамын деп, сол Қазанға біздің Шора батыр татарларды қорғау үшін барады. Өкінішке орай сол шайқаста қаза тауып, сол жерде қайтыс болады біздің батыр. Сондай тарихты естуіңіз бар ма? Осы шәмен мен есімде бар ол кебек. Әмма ал турында тигәлерәк информация белмәгән идем, рәхмәт. Беләм, бераз казынып алырмын әле, өйрәнеп алырмын. Татарларда жиі кездесетін қандай есімдер? Иң таралышлы татар исемнәре ул сез ират исемнәрен сөйләсез әле, хатын кыз исемнәрен күбрәк. Екеуі де. Икесенә дигәндә иң популяр ират исемнәре ул Ренат, Алмаз, Илнур, Илгиз, Илсур бәлкем, Илнар. Безнең дә шундый приколлар, шуткалар бар, шаярулар. Ничек татарлар бер балага исем куша. Кубикны аталар, бер ягында ил белән бәйле нинди сүз булачак, икенче ягында икенче яртысы нинди була. Шул ил, Нар, Нур, Сур, башкасы шундый ниләре икенче яртыларын подбира итә дип әйтеп була. Тагын нинди илләрдән тыш кайсылар, мен үзем дә ил сак. Ел адамдарда қандай есімдер танымал? Хатын кызларда иң популярлары ул Алсу, Лейсен, Алине, Аделина, Айгөл, Гөлнара, Гөлнур, Гөлнар, Гөл белән бәйле гомумән исемләр. Гөл ул чәчәк дигән аңлата бит инде менә. Шул белән бәйле. Энҗе, шулар популяр исем. Балнур деген жоқ па? Балнур дегенде беренче тапкыр ишеттем. Балнур ул гомумән бал белән бәйле мәлдә. Мед, цвет меда дигәндәй нур ул бит яктылык. Балдай нур. Жақсы, Илсаф, мен қазір бірнеше сөздер дайындадым, қазақ тіліндегі сөздер. Сіздің қазіргі тапсырмаңыз сол сөздерді барынша татар тіліне аударып көру. Жақсы ғой, иә? Тәржіме етірге татар тіліне? Мен қазақша айтамын, сіз татарша аударасыз, біздің көрермендеріміз өз тілдеріне аударып көрер. Бірінші сөзім бауыр. Бауыр туғандар деген мағынада ма, бауырларыбыз? Енді бауыр деген сөздің бірнеше мағынасы бар бізде. Негізгі мақсатым ол бауыр деген жаңағы туғандарымыз, бауырларымыз дегендей мағынада. Туғандарыбыз, қардашларыбыз деп айтып була. Кайбір диалектларда бауыр деп дейтелер шулай. Бауыр. Ол әдәби тілде түгел. Жақсы, жүрек. Ирек. Яғни башқа диалектларда жүрек деп дейтелер, жылаштырып. Қалам. Қалам, ручка. Ручка. Бақыт. Бақыт может счастье. Бақытты деген сөз. Счастливый. Мұқият тыңдаңыз. Көлде балық көп болады. Көлде балық көп болады. Дәл солай аударылады.
Жақсы, келесі, шөлде балық болмайды. Шөлде балық жоқтыр, болмастыр деп те айтып бола. Балық жоқ деп те бола қысқартып. Жақсы. Енді қазір сандарды айтып өтейік. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 20, 20, 30, 20 деп те айтылады. 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100, 1000. 1000. Керемет. Кейбір сандардың аталуы түрк тіліне жақын келеді екен, 50, 50. Түріктерде 50 деп айтады. Біздің ортадарақ деп айтып бола ол жақтан айтып. Орта тарапта, Енді осымен сұхбатты тамамдасақ болады. Менің ойымша сұхбат Ильсаф сізбен өте қызықты өтті. Осылай уақытыңызды бөліп, барлық ынтаңызбен менің сұрақтарыма жауап бергендігіңіз үшін көп рахмет. Сізге тек қана сәттілік тілеймін. Деніңізді саулықта ұстаңыз, барлық жақсылықты тілеймін сізге. Рахмет, сізге бек зор рахмет. Түрлі тілдерде айтып жібері. Рахмет, үш туған тілімде сізніңше рахмет. Қырғызша рахмат, түрікше тәшәкүрлер, инглишше thank you. Құрметті көрермендерім, сіздерге сұхбат ұнады деген ойдамын. Өз ойларыңызды төменде комментарийда жаза кетсеңіздер болады. Және де осындай контент ұнап жатса, мына жерде көрсетілген Каспимен қолдауларыңызды жібере аласыздар. Қош көріскенше сау болыңыздар.